Инфантилистік сана. Әлемдік психологтар арасында баланың есеюіне қатысты мынадай пікірталас бар. Бір тобы қазіргі жастар жылдам есейеді, қаршадайынан технологияға жүйрік, бесіктен белі шықпай жатып компьютердің құлағында ойнайды. Планшетте күрделі бағдарламаларды оп-оңай игеріп алады. 7-8 жастағы қызды дүкен аралауға ертіп шықсаң, ересектерге арналған киім үлгілерін таңдайды. Талғам деңгей есейіп кеткен. Мектеп оқушылары өзара отырғанда жыныстық қарым-қатынас жайлы емін-еркін әңгімелеседі. Махаббат мәселесін ересек адамша байсалды талқылайды деген уәж келтіреді. Қарсы тарап мұнымен келіспейді. Керісінше, қазіргі жастар кеш есейеді. Кейде тіпті біржола балаң санада қалып қояды. Бұрын батыс халқы 18-ге келгенде баласын енді өз күшіңді өзің көр деп шығарып салатын. Қазір олай емес. Әке шешесі оқытады, тоқтады, мамандығын таңдап береді. Солардың жетегімен жұмысқа орналасады, үйлендіреді, тойын жасап береді. Баласын бағып, қағып жеткізгені аздай, енді немере де солардың мойнына жүк болады. Себебі бала бағу былай тұрсын, өздерін алып жүре алмайды деп дабыл қағады. Ендеше есею дегеніміз не? Оны қандай өлшеммен анықтаймыз? Бозбаланың мұрты тебіндеп, бойы сорайып, жыныстық бездері жетіліп, білегі жуандап келе жатса, есейді, қатарға қосылды деген сөз емес. Бұл тек физикалық дененің пісіп жетілуінің белгісі. Компьютерлік клубқа бас сұқсаңыз, 8-9 жастағы жасөспірімдермен қатар жасы 40-қа таяған жігіт ағасының ойын ойнап отырғанын көресіз. Жалпы әлеуметтанушылар геймерлердің орта жасы әлдеқашан 40-тан асқанын айтады. 60-та алқымдаған ел ағасының қыз 40-ға қырындап, өзіміз қартайсақ та жүрегіміз жас деп лебуі де осы синдромның көрінісі. Қысқасы, бұл дерт қазіргі ата-ана, ұстаздар қауымының негізгі проблемасына айналды. Ендеше, есею дегеніміз не? Бұл дерттің қалай алдын аламыз деген сұрақтың жауабын тереңнен тартып, аналогиялық тұрғыда тарқатпасақ болмайды. Логотерапия бұл сұрақтың жауабын оңай тарқатады. Сырттай қарағанда есею дегеніміз адамның еркін жүріп тұруы, өз қалауынша өмір сүруі сияқты болып көрінеді. Бірақ бұл алдамшы құбылыс. Баланың еркіндікке тым әуес болатыны осыдан. Қалағанымды істеп, қалаған жерге бара алсам, ойыма не келсе соны істей алсам еркін боламын. Еркін болсам ересек боламын деп, ересек болғаным деп түсінеді. Адам еркін жаратылыс. Ересек адамның еркі өз қолында. Бала мұны дұрыс байқайды. Алайда ол сол еркіндіктің артында нендей сыр жатқанын ұққан жоқ. Ол еркіндіктің жалғыз жүрмейтінін, қасында ажырамас сыңары барынан бейхабар. Еркіндікті жауапкершілігімен қатар алып жүре алатын адам ғана есейген адам. Ата-ананың міндеті балаға осыны сезіндіру, санасымен түйсіндіру, балаға еркіндік туын біртіндеп табыстай отырып, мойнына жауапкершілігін қатар жүктеп беру. Өйткені көп жағдайда ата-ана балаға еркіндігін береді, алайда жауапкершілігін өздері арқалап жүреді. Виктор Франкл еркіндік жауапкершілікпен тұсалмаса адамның өзін жұтады дейді. Демек, баланың дұрыс есейіп келе жатқанын жауапкершілігіне қарап қана анықтайсыз. Алайда баланы жауапкершілікке қалай тәрбиелеймін деген сұрақтың құлағы қылтияды. Жауапкершілікте еркіндік сияқты адам болмысында әу бастан бар феномен. Адамға жауапкершілік әлімсақтан беріледі. Бірақ әңгіме мына жерде жатыр. Есейген ұлымыз не қызымыз сол жауапкершілікті жүрегімен сезініп, саналы түрде арқалап алама жоқ па? Егер саналы түрде арқалап алмаса, жүк бір жағына қарай ауады деген белгі. Жүк ауған адам өмірдегі сапарын белгілі бір межеге барғанда тоқтатуға мәжбүр болады. Екі иығына еркіндік пен жауапкершілікті теңдей артып алғанша сапарын жалғастыра алмайды. Шынайы еркіндік адамға бір нәрседен құтылу үшін емес, керісінше бір мақсат мұратқа жету үшін беріледі. Еркіндік сыртқы өмірдің ережесі мен нұсқаулығынан арылуға жол бермейді, ол ішкі әлемге бағытталған.
өзінің алға қойған мақсат міндеттеріне талпынуға қажет. Еркіндік адамға ойына не келсе соны істеу үшін емес, бел шешіп мәнді мағыналы іске кірісу үшін беріледі. Еркіндік пен жауапкершілік бірге жүреді. Жауапкершіліксіз еркіндікте мән жоқ, хаос бар. Bir қарағанда хаос болып көрінгенімен, қым қауыт тіршілікте жауапкершілік космосқа келтіріледі. Бала тәрбиесінде ата-ананың басы қататын ең күрделі дилемманың бірі осы еркіндікке қатысты мәселе. Әсіресе 21 ғасырда балаға шектен тыс қатал болу қиын, тиімсіз әрі мүмкін емес. Еркіне жіберсе, бетімен кетіп, жердің жүзін жайпап, орға барып құлағанда бір тоқтайды. Аяғын етік қыспаған, аузын шеше қыспаған балаң бойында қандай симптомдар барын күнде көріп жүрміз. Кемелдік және мен. Еркіндік адамға кемелдікке жету үшін беріледі. Салауатты тәрбие дегеніміз осы. Еркіндікті дұрыс пайдалану. Бала еркіндікке тым ерте жастан қол жеткізген кезде қиындықтарға тап болатынын жиі байқаймыз. Ата-ананың көбі баланың кез келген тілегін орындауға дайын тұрады. Тіпті орынсыз тілектерін де орындайды. Ақымақтығына көз жұма қарайды. Бұндай бала есейгенде өзімшіл, жалқау, зеріккіш және сабаққа құлықсыз болады. Сол кезде әке-шешесі кенеттен қатал болып баланың ойын уақытын шектейді. Телефонын тартып алады, қаражаттан қысады, үйден қуады. Үйден қуамын деп қорқытады, бірақ бұл оң нәтиже бермейді. Қайта кері реакция тудырады. Сондықтан әу баста балаға еркіндік бергенде оны қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқаулығын қатар беру қажет. Адам интенционалды жаратылыс. Өмірде мақсат мұраты болу керек. Әйтпесе өмір бұлыңғыр болып тұманданып тұрады. Бір нәрсені осы арада баса ескертеміз. Адамның көздеген мұраты бұл әлемнің шегіне симағаны жақсы. Себебі осы дүниемен шектелген ұсақ мұраттар адамды шалықтырып жібереді. Сол үшін көздеген мақсат мұратымыз ғайыптық бір мазмұнда болғаны ләзім. Бейнелеп айтқанда бағыт-бағдары белгісіз жоқ жолмен басы ауған жаққа асығып кетіп бара жатқан жынды адамның кейпіне түседі. Ал кемел адамның қолында жол нұсқаулығы болады. Сондықтан өзіңе қажет бағыт-бағдарын оңай таба алады. Адамның жүріс-тұрысында мән болғанда жан дүниесі тынышталады. Балалармен жұмыс істеп жүріп, мына нәрсені түсіндік. Ата-ана баласын ерте жастан құндылықпен сусындатса, оның кемелденуі де, мән игеруі де жылдам болады. Ойымыз түсінікті болу үшін жоғары сынып оқушыларынан алынған сауалнаманың нәтижесін келтірейік. Оқушыларға мынандай сұрақ берілді. Ата-ананың ең қатты ұнайтын іс-әрекетін ата. Берілген жауаптар шамамен мынандай. Маған әкемнің ет турап жатқанда әңгіме айтып, малдың қай мүшесі қай қонаққа берілетінін түсіндіріп, неше түрлі қызықты оқиғалар айтып беретін кезең ұнайды. Маған мамамның гүлге су құйған сәті ұнайды. Маған анашымның әңгімесін тыңдаған ұнайды. Мен әкеммен бірге бақшаның арам шөптерін отап жұмыс істеген уақытты асыға күтемін. Мамамның тамақ пісіріп жүрген кезі ұнайды. Маған анашымның ашуланып тұрып, мейірленіп күліп жіберген сәті ұнайды, тағы да басқа. Жүздеген оқушыдан осындай неше түрлі жауап алдық. Ешқандай іс-әрекет ұнамайды деп жауап берген оқушылар да болды. Бұл отбасы құздың шетінде тұр деген сөз. Ата-анаңды қандай бейнеде көргің келеді деген сұрақтың жауаптары көбіне ұқсас болып шықты. Папамның диванда жатып алып теледидар көріп отырған бейнесі, мамамның папама бақырып шақырып ұрсып кеткені бейнесі, мамам мен папамның дастархан басында соткашы құлап отырған кезі, мамамның уақыт жоқ деп алып телефонда құрбы-құрдастарымен сағаттап сөйлескен кезі. Оқушылардың жауаптарынан нені аңғаруға болады? Логотерапия бойынша талдайық. Адам интенционалды әрі трансцендентті жаратылыс. Тіршілікте қуатты идея болмаса, тәңірлік мотивтің орнын жасанды мотивтер, рахаттану, мәртебеге ұмтылу тағы да басқалары басады. Осындай адамның тағдыры алысқа бармай
теңселе бастайды. Құндақтаған баланың көзін алғаш ашқан сәттен бастап көретіні әке-шешесі. Ес білгеннен ақыл тоқтатқанға дейін солардың жетегінде болады. Ата-ана неғұрлым мәнді, мағыналы өмір сүрсе, соғұрлым баласының да өмірден тезірек мән табуына себепші болады. Мысалы, ата-ана өзінің қызметіне табыс құралы ретінде ғана емес, мәнді іс, адамдық борыш ретінде қараса, баланың да қызмет пен еңбекке қатысты көзқарасының дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Бала ата-анасының не жұмыс істейтінін, оның қаншалықты маңызды екенін білуі тиіс. Тіпті олар бос уақытында қалай өткізіп, қалай демалатыны да баланың жетілуіне, кемелденуіне маңызды рөл атқарады. Мысалы, бос уақытта бала-шағасымен бірге болу, экзистенциялық коммуникацияға түсу, мағыналы сұхбат құру, табиғат пен өнерге ләззат алу, бақшада жасампаздығын паш ету, үйдің бұзылған, қисайған заттарын жөндеу, сурет салу, бояу, балаларды ойнату. Мәселен, әкесі немесе шешесі мәнді бір іс бітірдік делік. Сол іспен бірге келетін шаттықты баласы да сезеді. Осы әрекеттер баланың санасында мәңгілікке қақталып қалады. Өмірден торығу, жорығу, мәнге талпыныс тоқтағанда күшейеді. Жан шіркін мағынасыз іске шатталғанда мазасыз қашады. Бала ата-анасын сондай бейнеде көргісі келмейді. Әкейдің күні бойы диванда жатып, футбол қарап, телефон шұқылап, уақытын босқа өлтіргені, шешенің дастархан басында бос сөз айтып, өзінің де, отбасының да берекесін қашырғаны кімге ұнасын? Әкенің жаманы баласына уақыт таппай, мәнді іске зауқы соқпай, той қайда, томалақ қайда, қыз қайда, қызық қайда деп үнемі сауна жағалап жүреді. Сөйте тұра, көңілінің арғы жағында баласының дұрыс адам болып өскенін қалайды. Бірақ ата-ананың мәнсіз өмірін көріп өскен бала есейгенде сол берекесіз жүрісті айна-қатесіз қайталауы әбден мүмкін. Керісінше, ата-анасы қайырлы іспен айналысып, жұртқа жәрдемін тигізіп, шама-шарқынша қоғамға риясыз еңбек сіңірсе, ол қасиет баланың да бойынан табылады. Танымал тележүргізуші ғалым Боқаштың Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған мына бір шағын әңгімесі соның бір дәлелі. 1980 жылы жаздың алғашқы айы еді. Әкем жұмыстан қайтқанда көлігінен ерекше бір құс тауып алып түсті. Шешем, қарындасым үшеуміз әдемі жаратылысқа таңырқай қарап қалыппыз. Қазір ойлап тұрсам, я көк құтан, я тырна болу керек. Өйткені тұрқы дуадақтан үлкенірек. Сирағы ұзын, мойны ұзын, құйрық жағында қауырсындары түрлі түсті, денесі ақшыл сұр, төбесінде шашағы бар. Әбден шаршаған сұлық. Bir қанаты қайырылыпты. Онысы әлсіз ғана далбаңдатып қояды. Топшысы сіресіңкіреп қалған. Алакөлді жағалап қонып отырған шөп шабушы бригадаларға азық-түлік таратып келе жатқан әкем жол жөнекей байқап қалып, қауалап, әуре болмай-ақ оп-оңай ұстап, жүк көлігінің кабинасына отырғызып әкелген. Кәдімгі жолаушы құсатып. Содан әлгі құсты бір апта бақтық. Жем суын бердік. Қанатына әке-шешем білген ем-домын қылды. Сосын көл жаққа бір жолы түскенде әкем әлгі құсты тапқан жеріне апарып тастады. Бұл балалық шақтағы сәулелі сәттердің бірі ғана. Бірақ қарындасым екеуміздің мінезімізді, табиғатымыздың қалыптастыруға қатты әсер еткен маңызды фактор. Онсыз да қазақтың обал сауап атты фәлсафасы бойымызға днқ деңгейінде орныққан. Бірақ ата-анамыздың мына нақты мысалы һәм іс-әрекеті қоршаған орта мен жаратылыс атаулыға деген аяушылық сезімін санамызға сіңіре түсті. Өткенде әлеуметтік желілерге тараған
видеоларын көргенде қар омбылай қашып жүрген әбден алқынған, әлі құрып жатып қалған ақбөкенге ұлын мінгізіп қойған адам мен қатты аязда есеңгірей басын төмен салып ауылдың шетінен келіп тұрған әлжуаз қырдың қызыл түлкісі сойылмен ұрып өлтірген жігіт ағасы бала шағасына не ғибрат үйретеді екен деп ойладым. Бүгінгі жастар тағдырдың соқпақ жолымен жүруден қашады. Асты төк молшылықта шалқып өмір сүргісі келеді. Адамды басына түскен қиындықтар ғана шыңдап, кемеліне келтіретінін ескермейді. Ит басына іркіт төгілген кең заманның нығметтерін бағалай алмайды. Алайда соның қадірін білмедім деп жастарды жерден алып жерге салып сөгудің қажеті де жоқ. Одан гөрі оларға мән табудың заманға лайық жолдарын ұсыну керек. Қазіргі таңда мәннен көз жазу, рухани тоқырау, өскелең ұрпақтың жан дүниесіндегі күйзелістің бір жақсы жағы бар. Ол рухани ізденіс. Бұған дейін қарны тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ болсаң жетіп жатыр деген надан көзқарас санаға мықтап бекіген болса, енді жұрт одан бас тартып, жаппай рухани ізденіске түседі. Әрине, олардың біразы адасып, түрлі эзотериялық ілімдерге ұрынуы мүмкін. Не десек те, ақылы сау, сергек ата-аналар көкірек көзіне сәуле салатын нағыз рухани кенді тапқанша тоқтамайтын болады. Бала неврозы қараусыз балаға қарама-қарсы симптом. Қараусыз бала бау-бақшаның сыртында өсіп тұрған жабайы өсімдік сияқты. Түздегі ағаштың бұтағын ешкім күземейді. Бойы арбиып, бұтағы тарбиып, қаулап өседі. Өздері ыстық пен суыққа төзімді өміршең келеді. Ал шектен тыс қамқорлық көрген баланың жағдайы керісінше. Ол жылыжайда бапталған көшет сияқты. Ыстық пен суыққа ұрынбай, бір қалыпты температурада бой көтерген. Қожайыны оны қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай мәпелеп түзу өссін, сәнді болсын деп бұтағын қырқып берген. Онда ерік жоқ. Бағбан күткен формада пісуі керек. Қараусыз бала алды артын жайып өседі. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа көрмеген, ойына не келсе, соны істесе, жұрттың сөзін көңіліне алмайды. Бірақ өзі де ешкімнің көңіліне қарамайды. Өзгенің аузындағы нанды тартып жейтін арсыздығы бар. Әдеп, мейірім, шапағат, жанашырлық, ұят дегеннен жұрдай. Ал невротик баланы ата-анасы құшағында тым қатты қысып өсірген. Атылып шығып, жауапкершілік арқалап, өздігінен шешім қабылдай алмайды. Қасірет шегуден өлерде қорқады, белгісіздікке аттап баспайды. Көңілі шек, өкпешіл, болмашыл, әділетсіздік көрсе, сынып кететін, дәрменсіз болып өседі. Баланы осы екеуіне ұрындырмай өсіру, өткір алмастың қырымен жүріп өткендей шеберлікті қажет ететін шаруа. Оң жаққа ауып кетсең де, сол жаққа ауып кетсең де астында терең құз жатыр. Аман алып жетудің жалғыз жолы балаға деген құрмет. Баласын құрметтейтін ата-ана оған қамқор болудан, жол көрсетуден шаршамайды. Сөйте тұра оны бір жола билеп, төстеп, жауапкершілікті оған бермей, ерік шектемей,